Қайырлы күн, Әли. Қазір қазақ тілі сабағы заттың атын білдіретін сөздер. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз заттың атын білдіретін сөздерге дегеніміз не екен? Заттың атын білдіретін сөздерді зат есім дейді. Зат есімдерге кім-кімдер, не-нелер деген сұрақтар қойылады. Мысалы, адам, әншілер, кеме, ағаштар. Адамға, тек қана адамға ғана кім-кімдер деген сұрақтар қойылады. Қалған заттардың барлығына нелер, не деген сұрақ қойылады. Егер де жалғыз адам болса, мысалы, бала десек, қойшы, оқушы, кім деген сұрақ қойылады. Ал егер де олар көп болса, мысалы, адамдар, балалар, оқушылар десек, онда кімдер деген сұрақ қойылады. Қалған заттардың барлығына нелер деген сұрақтар қойылады, не деген сұрақ қойылады. Мысалы, не компьютер, нелер компьютерлер, не мысалы су, нелер мысалы қасықтар, сол сияқты мінекей зат есім кім-кімдер, не-нелер деген сұраққа жауап береді. Тағы да зат есім екіге бөлінеді. Туынды зат есім және негізгі зат есім. Негізгі түбірден болған зат есімді негізгі зат есім деп атайды. Түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған зат есімді туынды зат есім деп атайды. Мысалы, қара, ән бұл не? Деген сұраққа жауап береді. Ал әнші десек, ол жаңағы түбір сөзге жұрнағы жалғану арқылы әнші басқа адамға айналып кетті. Ән болды, ол не болды? Әнші дегенге біз кім деген сұрақ қоямыз. Немесе сыз болды, содан кейін сызғышқа айналып кетті. Бала болды, балапан болды. Оқу, жұрнақ жалғанып, оқушы. Ас болды, сосын аспазға айналып кетті. Осы сияқты негізгі және туынды зат есімді ажыратуға болады. Енді мына жердегі тапсырмаларды орындаймыз. Суреттерге сұрақ қой, заттың атын білдіретін сөздерді жаз. Мына жерде біз көрдіміз. Қалам. Қандай сұрақ қоямыз? Не? Қайшы? Не? Парта? Не? Сызғыш? Не? Осы сияқты барлық мына заттарды жазып шыға қой. Сөздерді оқы, сұрақ қой, үлгі бойынша көшіріп жаз. Мына жерде мұғалім, кітапханашы, жүргізуші, дүкенші, аспаз деген сөздер бар. Мына жерде мұғалім, кім, кітапханашы. Мына жерде қараш, кітапханашы деген сөз түбір сөз бе, туынды сөз бе? Негізгі зат есім бе, туынды зат есім бе? Әрине туынды зат есімге, өйткені түбірі мында кітап, кітап деген сөзден кітапханашы деген сөз шықты. Кітап, сосын хана, кітапханаға айналып, содан кітапханашы, жұрнағы жалғанғанда ол адамға айналып кетті, кітапханашы апайға айналып кетті. Кім деген сұрақ қоямыз, жүргізуші. Түбірі жүргізге, жаңағы жұрнағы жалғану арқылы туынды зат есімге айналып кетті. Қандай сұрақ қоямыз? Әрине кім. Дүкен, дүкенші. Түбірі мұнда дүкен, түбір сөзге жұрнағы жалғанып тұр, дүкеншіге айналып кетті. Содан кейін аспаз. Ас түбірі, паз, жұрнағы жалғанды, туынды зат есімге айналып кетті. Сұрағы кім?
Осы сөздердің барлығы кім деген сұраққа жауап береді. Мысалдағыдай көшіріп жаз. Үшінші жаттығуға қараймыз. Сөздерді оқы, сұрақ қойып, үлгі бойынша көшіріп жаз. Түймедақ, құмырсқа, жұлдыз, қоян, шегіртке, есек. Түймедақ деген қандай сұраққа жауап береді? Не. Құмырсқа қандай сұраққа жауап береді? Не. Жұлдыз не. Қоян не. Шегіртке, есек не деген сұраққа жауап береді. Мысалдағыдай үлгі бойынша осы жаттығуды көшіріп жаза қой. Енді жұмбақтардың шешуін тап. Қарамен жазылған сөздерге сұрақ қой, суреттерді боя. Адамға серік, күзетке берік. Қарамен жазылған сөз адамға. Қандай сұрақ қоямыз? Кімге? Кімге деген сұраққа жауап беріп тұр адамға деген сөз. Сулы жерде мекендеп, құрлықта да секеңдеп, шыбын шіркей аңдиды, жемге қашан жетем деп. Қарамен жазылған сөз жерді. Қандай сұраққа жауап береді? Нені? Жұмбақтың шешуін тап. Қарамен жазылған сөздерге сұрақ қой. Дәл сондай тапсырма. Қарамен жазылған сөздерге сұрақ қоямыз. Келесі тапсырма. Жаңылтпашты тез оқы. Қыздардың атын теріп жаз. Оларды қандай әріптен бастап жазады? Біз білеміз, баяғыдан бері білеміз, адамның аты әрқашанда бас әріптен басталып жазылады. Қала, өзен, көл аттары барлығы әрқашанда бас әріптен басталып жазылатынын біз білеміз. Гүлмира Гүлзираға гүл жинап, гүл сыйлады. Гүлмира гүл сыйлаған, Гүлзира гүл жайнайды. Мұнда бас әріппен жазылатын қыздардың атын оқып көрейік. Гүлмира, Гүлзира. Гүлмира деген адамның аттары бар. Оларды бас әріптен бастап жазамыз. Көшіріп жаз. Бас әріптен жазылған сөздерді теріп жаз. Аян, Әділ, Бекет, Талдысай ауылында тұрады. Мұнда бізде адамның аттары және ауылдың аты бас әріптен басталып жазылады. Содан кейін 8-ші тапсырма. Өлеңді мәнерлеп оқы. Туынды зат есімін тауып, қалай жасалғанын айт. Осы тапсырмалардың барлығын орындап, бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Назарыңа рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау бол.